таза мен анализ тапсырып келдім. Өлә күлкіге қарық болған кезде анализ тапсыратын лабораторияға бару керек. Құдай біледі. Бір жігіт жүр, спортивканы киген, кепканы киген. Вроде крутой енді бар ғой. Қалтасында анализ. Соны алды да кіріп кетті ананың ішіне қарай. Ана қатындар бажылдап жатыр. Немене аман? Мынандай томаттың банкасында құйып әкелген ғой деймін. Ана жігіт шықты да анализге стакан ақты сатылады деп қояды. Аптекада сатылады. Аптекадан әкеп анағандан көріп құйып алайын деп тұр. Неше түрлі концерт көресің. Бір келіншек 1 литр банкаға құйып әкепті. Ана әйелдер ұрсып жатыр, анализді талдайтын әйелдер. Біз ішет деп ойладым да шелекке құйып әкелмедім ба деп. Білмейтіндер де болады да. Қатындар да қатырады ғой. Жаңа баласының калын апарып өткізейін деп ыдыстатпаған ғой, киндер сюрприздың ыдысына сап апарыпты. Мынау не деп ана жерде ұрсып жатса, киндер сюрприз дейді. Көрдік сюрпризіңе рахмет деп ойбайлап жатыр. Бір келіншек жүр, Құдай біледі, анализ қағаздар бірдеңеге керек болып жатыр ғой деймізші. Калы жоқ баласының. Бір келіншекке айтады, балаңыздың калын маған кішкене бөліп беріңізші, пожалуйста дейді. Сөйтсе ана келіншек тұра қалып терезенің алдына баласының калын анаған беріп жатыр. Ана қара, сыйластықты қарамайсың ба, қарашы. Сатып жатыр. Бір кісі кепті, өзі үлкен ақ кісі, вроде үлкен кісі. Калын бар, басқан бар, бәрін араластырып әкепті, мәсаған деп оптым. Ол енді ары қарай айтпай қойшы құрсын. Күйеуге алғаш шыққан келіншектер гинекологқа барады ғой. Ой, ол кезде де бір концерттер болады өлә. Бір келіншек кірген ғой приемға. Сөйтсе, перчаткың бар ма депті гинеколог. Сөйтсе, келіншек жоқ депті. Бар алып кел демей ма? Перчатка алып кепті. Бая қол тимейтін қағаз басты байқұс. Дәрігерлер жазып атып, шешінді жат ана креслоға деген ғой. Сөйтсе ана келіншек тұр жалаңа шешініп, қолына перчаткасын киіпті да, креслоға былайынан жатыр дейді. Сөйтсе врач келді, бер қара. Сөйтіп қайтып кетіп қап, қайтып кетсе келіншек, бер қара отыр дейді, ана екі аяқ қойғышқа екі қолын сабаған дейді. Өлә, күлесің ба, жылайсың ба? Бір еркек екі қыға түсуге бармай ма? Сөйтсе, бар, шешіне бер демей ма? Сөйтсе, төл шешетін сапты. Ана кісі кіріп, қатып күліп, сіздің жүрегіңіз қай жерде еді деп айтады дейді. Айта берсең, концерт көп. Больницада біраз келіншектермен жатсаң, талай нәрсені көріп таңғаласың е. Анау медсестралар келіп азанғы дәрілер беріп кетеді ғой. Бір келіншекке свечи беріп кетсе, жұтып жіберді. Бір келіншек туға кепті. Толғатып келген ғой енді. Толғатып, толғағы піспеген ғой, жүр ары бер жүр дейді. Бір келіншек скорымен экстрена кеп, соны туғызамыз деп бәрі шырылдап, родзалға кіргізіп жатса, ана келіншек есті ашып беріп, очередке қарамайсыздар ма, мен бағана келем деп айтады. Кісі тәуіппі жаңағы емшіге барған ғой. Сөйтсе, дәретіңізді алып келіңіз десе, дәретіңізді алып кепті. Бір ағам операцияға кіретін болыпты. Сөйтсе жаңағы врач айтыпты, енді қырынып кеңіз деген ғой, операция мына жағына жасайтын болған ба білмеймін ғой енді. Сөйтсе ағам анаға кетіпті да мұртын алып тастапты. Кесе басқа адам дейді.